аз қабақтан тез арада дайындалатын, уақытыңызды экономдайтын көже жасайтын боламыз. Дәл осы видеодағыдай өте әдемі шығады. Жасалу жолын сізбен бөлісемін. Алдымен сарымсағымызды қуырамыз, үстіне картошкамызды салып, енді аз қабағымызды салып, аздап қуырып аламыз. Қуырғаннан кейін үстіне су қосып, қайнағанын тосамыз. 20-25 минутта бұл қайнап болады. Қайнап болғаннан кейін блендердің көмегімен жақсылап отырып еземіз. Бір қалыпты болып езілгенше жақсылап отырып араластырамыз. Міне біздің көжеміз почти дайын. Үстіне дәміне қарай тұз қосамыз. Жақсылап отырып араластырамыз. Енді дәмі одан да дәмді болу үшін сливки қосамыз. Сонда көжеміз өте дәмді шығады. Бұл көже асқазанға өте жеңіл және пайдалы көжелердің бірі. Сіздер де үйде жасап көріңіздер. Дәмі міндетті түрде татыңыздар. Осы рецепт бойынша жасаңыздар. Видеоға лайк қойып, астына комментарий жазып, бізге жазылуды ұмытпаңыздар. Дәл осылай көжеміз дәмді болып шығады. Сіз де жасап көріңіз. Сәттілік.